Ассалаумағалейкум YouTube арнасының көрермендері. Бұл әдеттегідей мен Қазақ мастер. Бүгін сіздерге шағын ғана видео түсіріп ұсынып отырмын. Яғни лайфхак десек те болады. Бұл жерде менің түсіріп отырған видеом кілттің қосылуы, яғни зажигание. Менің көлігім 84 жылғы Audi S3. Бұл енді бұл көлікке өкпе жоқ. Осы уақытқа дейін өзінің родной, өзінің ең затымен жүрді. Енді уақыт өте, бұл да шаршағаннан кейін біртіндеп құри бастады. Заттары табылмады уже. Содан кейін мен бәрін басқаша жағына келтіріп жатырмын. Менде айтқалы отырған бүгін жаңа айтқаным кілт қосқыш. Менде осының алдында өзінің родной болған, мінекей ішінде кілт отырады. Артында өзінің енді атып қалдым. Бұлай кіріп тұрады. Сондай родной заттар тұратын. Бұл мендегі мына жерде тұратын ішіндегісі тілші дейді ғой, темір. Мынаған кіріп тұратын темірі, мына жерде тұратын темір сынып қалды басы. Алюминий ғой енді. Одан кейін мына ішіндегі сынып қалды. Кілт тағатын, сонымен ақыр зат табылмады. Сонымен бұны алып тастадым да, кейін пуш-стартқа ауыстырдым. Мінекей пуш-старт салдым қолдан. Пуш-стартпен жүрдім 3 ай. 3 ай жүрдім, ол пуш-старттың блогы жанып кетті. Вроде проводтың бәрін дұрыс жалғадым, мен білмеймін, китайский болғаннан кейін ұзаққа бармады. Бір аккумулятордың құлағын шешіп қайта жалғағанға соған жанып кетті. Кеше аязда бізде қатты аяз болды ғой, сонда осы блоктар шыдамай жанып кетті ма білмедім енді. Сонымен мен оған қайтадан нан салып, мына басына кілт тығып бұрап жүргенмін. Ол сырт көзге адамға ұят екен, салбырап жүрген. Мынандай кілттің басына қиып тастағанмын. Есіктің кілттері ғой. Соған мынандай шағын ғана кілт салып бұрайтын кілт істеп алған. Ол енді өзіме ыңғайсыз болды сонымен. Сонымен істедім. Бүгін ең простой вариант. Кнопкамен от алдыратын істеп қойдым бәрін. Мына менде кілт қосқыш, яғни зажигание. Кнопканың басына мына жақта панель қосылады. Аккумуляторы, маятка, жаңа бәрі. Мынау стартер. Стартер бастаңыз. От алып тұр машина. Естіп тұрған шығар. Сөндіретін кезде қайтадан кнопканы басып жібересіз, болды. Енді артын түсіндіріп өтсем сіздерге. Так, бұнда біз 75 дейді. 75 бұл аксессуар. Одан кейін 30 бұл бірыңғай плюс. Одан кейін керегі бізге 50B деген бұл стартер. Енді мынау 15 дегені бұл зажигание. Осында жерде бір провод жүрді, оны түсінбедім. Тестермен тексергенде оған онда қатты келіп тұрған жоқ. Основной осы төртеуі 75, 30, 50B, 15. Тағы айтам 75 аксессуар, 30 плюс, 50B стартер, 15 зажигание. Енді мұн жаққа қалай жалғадым? Мынау 4 контактылы қосқыш, включатель. Бұның үстіңгі жағына 2 плюс келеді. Мінекей. Бұл 2 плюс неге зажиганияда 1 плюс шығып тұрады бұя қарай. Содан проводпен 2 шығардым. Бір проводтың бойы ғой бәрі. Содан мынағына келіп алдым. Ол проводтың бойынан стартерге әкелдім біреуін. Одан кейін бұл включательдің мына қатарына да плюс керек, мына қатарына да плюс керек. Сол үшін 2 қатар плюс керек үшін бір проводтан 2 плюс шығардым. Мына 1 плюс, мына 1 плюс. Енді мына плюске аксессуар келіп тұрады. Астыңына аксессуар келіп тұр. Ал мына астың жағына мынаған бұл зажигание. Зажигание. Сосын стартердің проводы мынаған келеді. Кнопка келеді. Жалғайтын кезде міндетті түрде термоусадка деген бар. Мінекей мынандай. Салып отырып күйдірсеңіз өзі жаймен жабысып қалады. Жиналып қалады. Енді болмаған кісілер изолентпен аккуратно орағандарыңыз дұрыс, өйткені бір-бірінің басына тиіп кетсе, искара береді. Оны основной қатты қорқатын ештеңе жоқ. Главное, плюске не тиіп кетпей отырса болды ғой.
ешқандай қорқыныш жоқ. Мына термоусадка арқылы басына салып отырып, жаймен күйдіріп отырып, изоленттің орнына пайдалана бересіз. Сол өйстіп орнатып алдым өзіме. Так, дальше сигнал. Менде сигнал руль істемейді уже. Руль сигнал істемейді. Қарапайым ғана түрі. Қазір жабам. Кнопканы басам. Кілт қосылды. Қайттан басын қайттан өшеді. Егер көлігіңіз құлыптанатын болса, бұлай істеп алуға болады. Менде көлігім құлыптанады. Оған арнайы мен центр замок қойып алғам. Құлыпта отыратын алып. Сол. Ең қарапайым простой вариант. Күн түспей тұра қараш. Мен осылай кнопкамен, екі кнопка, зажигание и стартер. Ол басқа ештеңе қажеті жоқ. Тек қалтаңызда центр замоктың кілтана, пультмен кілтана жүреді. Сонымен оталдырып кете бересіз. Егер қолымнан келеді дейтін кісілер болса, өздеріңіз жасап алуға болады. Қазір бізде автоэлектриктер өте қымбат сұрайды бағасын. Кішкене бір провод жалғап берген өзіне жоқ дегенде 4-5 мың сұрайды. Мынаған қанша сұрайды білмеймін. Ал егер өздеріңіз қорықсаңыз, онда электрикке апарғандарыңыз жөн. Сол ешқандай қиын емес.